Қазіргі таңда медицинаның дамуына байланысты жүктіліктен бұрын нәрестенің жынысын таңдау мүмкіндіктері пайда болды. Мәселенің үкімі туралы сөз қозғамас бұрын алдымен нәресте жынысының жатырда қалай түзілетінін айтып өтейік. Нәрестенің қыз бала немесе ұл бала болуы ер адамның ұрығына байланысты екені ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Өйткені әйел адамның жасушасы X хромосомасынан ғана тұрса, ер адамның ұрығының жартысы X хромосомасы, жартысы Y хромосомасынан тұрады. Егер аналық жасуша X хромосомасымен ұрықтанса, онда қыз бала дүниеге келеді. Ал егер Y хромосомасымен ұрықтанса, ұл бала дүниеге келеді. Осыған орай ерлі зайыптылар ер бала қаласа, аналық жасушаны Y хромосомасымен, қыз баланы қаласа, аналық жасушаны X хромосомасымен ұрықтандыруға дәрігерге тапсырыс береді. Ол үшін дәрігерлер ер адамның ұрығын сұрыптап, әке-шешесі ұл баланы қаласа Y хромосоманы, қыз баланы қаласа X хромосоманы қамтыған ұрықты таңдап алады. Кейін іріктелген ұрықты әйелдің жатырына енгізеді. Тәжірибе сәтті өткен жағдайда өздері қалаған жынысты нәрестеге қол жеткізе алады. Мұндай жүктіліктен бұрын нәрестенің жынысын таңдау мәселесіне байланысты ғалымдар арасында түрлі пікірлер бар. Бірі мубах десе, басқалары мүлдем рұқсат жоқтығын айтады. Рұқсат берген ғалымдар мұны харам ететін ешқандай дәлел жоқ. Адам баласы Алла тағаладан ұл немесе қыз беруін сұрап, дұға қылуы рұқсат болған сияқты адамның шамасы келсе, іс жүзінде амалға асыруына да рұқсат. Ал істеуге тыйым салған нәрселерге дұға қылуға да болмайды. Өйткені дұғаның шарты Алладан харам болмаған нәрселерді сұрау деп өзге де дәлелдер келтіреді. Ал рұқсат бермеген ғалымдар жатырда қыз немесе ұлдың бірін таңдау Құранда баяндалғандай балалардың Алла тағаланың бергені екеніне қарама-қайшы келеді. Сондай-ақ жатырдағы баланың түрін таңдап алу ұлдар мен қыздар арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуына алып барады. Мысалы, кейбір ата-аналар тек ұлды қаласа, ер адамдардың көбеюіне, қыз баланы қаласа, әйелдердің көбеюіне алып барады. Соның нәтижесінде қоғамда бір жыныстылар көбейіп, үйлену, тұрмыс құру мәселелерінде қиындықтар болуы мүмкін екенін алға тартады. Сондай-ақ болашақ баланың жынысын таңдау қыруар қаражат қатар адам денсаулығына рухани әрі моральдық тұрғыдан кері әсерін тигізеді. Сондықтан мұндай жағдайда диета ұстау, Аллаға дұға ету, табиғи жолдарды пайдаланған тиімді. Болашақ баланың жынысын таңдауға рұқсат берген ғалымдардың өзі шариғат бойынша төмендегі шарттар орындалуы керек дейді. Бұлар мыналар: нәрестенің жынысын таңдау әдісі ерлі зайыптыларға тиесілі ұрық және жұмыртқа жасушасы арқылы ғана амалға асырылуы тиіс. Аталған әдіске қажетті жасушалар ерлі зайыптылардың көзі тірісінде алынып амалға асыру ләзім. Дәрігерлер жасушалардың бөтен жасушалармен ауысып кетпеуіне аса мұқият болу қажет. Бұл әдіске тек зәру жағдайда ұрық қуалайтын ауру бедеулік ғана жолдарда ғана рұқсат етіледі. Ерлі зайыптылардың екеуінде келісім болуы қажет. Барлығыңызға сәби сүюлеріңізді ниет еттім. Келесі кездескенше сау болыңыздар.